Ассалаумағалейкум қазақ елі. Үлкен нарынға келдік. Түнді ұйықтап, қонып, моншаға түсіп, қайнаған мүйінді. Мынаны қараңыздар. Мойыл қалай пісіпті, керемет. Міне. Керемет мойыл пісқан. Керемет мойыл. Міне. Қараңыздар. Қандай керемет мойыл. Ауылда кезінде жүргенде мына мойылды шауырғанда атқа мініп ап, мойылдың тоғайына барып, мойылға тойып ап, ішіміздің ауырғанын өткенін басатын мойыл. Осы мойыл теріп, осыдан компот жасауға болады дейді. Міне. Қараңыздар. Керемет. Қауым екен. Мына жақтың бәрі бақша. Бір есік алдағы шауып тастаған шөп өскетіп, қайтадан шауы керек. Қырыққабат, картоп. Мына жақта бұрыш, ар жағы қызанақ. Ар жақта қияр гүлдеп келе жатыр. Соның бәріне жерде мына жақта да мойылдың ағашы. Ол жерде де мойыл жеп жатыр. Ар жақта бірнеше жүгері бар. Үлкен нарын ауылы. Осындай жағдай. Табиғат тамаша, керемет. Осы жерде жемістер жақсы өседі негізі, үлкен нарында. Ана гүлдерді қараңыздар. Үлкен нарын деген ауыл осы. Үлкен нарын ауданының орталығы. Жан-жағында тау. Жәнегі бұқтырма су қоймасы бар. Осындай жағдай.